Ассалаумағалейкум. Жанаргүл ісі туралы соңғы кезде бір-біріне қайшы екі түрлі ақпарат жетіп отыр. Бұлайғы жұрт түсінбей жатыр. Жанаргүл паспорт алатын болыпты, ақшасын төлеп, паспорт алуға құжатын тапсырыпты. Үрімжі қаласы Сайбақ региондық шекарадан кіріп шығуды басқару мекемесі екінші іс басқару орны ресми түрде оның құжатын қабылдап, паспортқа тиісті төлемін төлетіп, қолына төленгендігі туралы анықтама қағаздарға дейін беріпті деген хабарды таратты. Иә, артынан Үрімжі қалалық полициясы оған паспортқа төлеген ақшаңды өзіңе кері қайтарып беретін болдық деген хабарды берді. Оны таратты. Бүгін осыдан бірнеше сағат бұрын Жанаргүлдің үйінің айналасы Қытайдың қарулы полициясы жағынан қоршауға алынғанын, ол тұрған микрорегион тұтасымен 24 сағатта қарулы полиция жағынан қоршауға алынғанын, және есігінің айналасынан шырағы жарқылдаған полиция машинасы кетпегенін, оны тағы хабарлады. Енді бұлайғы жұрт түсінбей қалды. Иә, тағы бір хабарда Жанаргүлдің есігін қағады. Кімсің десе, сен тұрған микрорайонның басқарушыларымыз дейді. Не үшін келдің? Есігіңді аш, ашпайын дейді. Неге келдің? Біз саған мынау Қытайдың жаңа жылдық мерекесі, яғни көктем мерекесі, шаған мерекесі бойынша көңіліңді сұрайық деп келдік. Маған керегі жоқ деген, ашпай қойған. Біз саған сыйлық ала келіп едік, мерекелік тарту таралға. Соны қайда қоямыз? Есіктің алдына қойып кет деген, ашпай қойған. Есіктің терезесінен сығаласа, ешқандай адамның беті көрінбейді, беттерін қалқалаған, біреуі алай, біреуі бұлай қалқалап алып, жүздерін көрсетпейді. Онда бұл кімдер? Үкіметтің адамдары болса неге бетін көрсетпейді? Содан артынан іле шала олардың ешқандай аталмыш тарту таралға, жаңа жылдық таралға әкелмегендігі ол белгілі болады. Бұл хабарды да тарады. Енді көп жұрт бізге хабарласып, ой, сендердің қай сөздеріңе сенеміз? Біресе паспорт беретін болыпты, алатын болыпты, ойбай қайтадан қайтаратын болыпты, ойбай бүйтіп жатыр дейсіңдер дейді. Біз жұртқа мынаны айтқымыз келеді. Осы Жанаргүл оқиғасының өзі Қытай билігінің осығанға дейін қазақтарға жүргізіп келе жатқан қитұрқы саясатының 100% анық көрінісі. Осы бір Жанаргүл оқиғасы соның тұтас барысы. Міне қазір көп жұрт біледі, бір бөлім қазаққа рұқсат беріп Қазақстанға келді. Оның өзі кім? Фильтрден өткен, Қытайдың сүзгісінен өткен, әбден миын тәрбиелеп жуып Қазақстанға барғанда өзіңнің ішіңнен шыққан балаңа да мынандай әңгіме айтпайсың деп әбден қорқытып үркітіп тәрбиелеп қоя берген қазақ. Бұл бір. Екіншісі, бір 5 қазақты жібергенімен ана жақтан 5 миллион қазақты жібермейді. Міне қазір қайтадан Қытайдан тұтқындауды бастаған. Қайтадан қазақтарды жаппай тұтқындай бастаған. Мақсат не? Үрей мен қорқынышпен ұстау. Ағайынды 7-8 болса, сол 7-8-інің мына Қазақстанда 2 ағайынды өмір сүреді, бала шағалы. Қытайда 5 ағайындысы қалған болса, Қытайдағы 5-еудің ішінен біреуіне ғана полиция рұқсат береді. Ана Қазақстандағы 2 ағайынмен сөйлесуге. Оның өзін араға міне 5 жыл салып, енді рұқсат берді. Қалғанның сөйлесу құқы жоқ. Саяси толымдылығы жоқ. Саяси жағынан сенімді адамдар емес. Бірақ сотталған ештеңесі жоқ. Яғни өз азаматын топқа, кланға, классқа, тапқа айырып отыр Қытай. Сотты болмаған адамның, тіпті соттан шықса да ол түрме мерзімін бітіріп шыққаннан кейін ол кінәсіз адам, жазасын өтеп шықса. Бірақ Қытай билігі Мау замандағы қатаң саясатты қалпына келтіріп отыр. Сондықтан ойбай қазақтар жіберіп шекарадан қазақ келді екен деп алданба. Қытай 5 қазақты жіберіп 5 миллион қазақты зорлатады. Бұл бір. Екіншісі, ойбай Қытайда баяғыдай қатаң түзім аяқтапты. Қазақтар емін-еркін жүр екен, той жасап жүр екен, байрақ айдап байрақ. Оған да алданба. Мына Қазақстанға қайтып кел, үй ала алмай, кәсіп бастай алмай, ана жақта әке-шешесі қалған кейбір жастар мына Қазақстанда қорқып, жан баға алмай, иә, Қазақстанда жан бағу қиын. Сонымен кетіп келе жатқандар бар екен. Оларға да айтатынымыз, Қытайдың бүкіл мына жылымық саясаты уақыттық. Қытайда ғана жақсылық, ол да уақыттық. Қытай үнемі солай істейді. Мына халықараны алып жастыру үшін бір 5-6 адамға жақсылық істейді. Халықар айтады, ойбай жақсы болып бара жатыр. Атасының бас, мына 5 қазақты бетіне қаратып күлдіріп отырып, бетін жымитып отырып, ана жақтан 5 миллион қазағыңды отқа қақтайды. Қытайдың ежелден тарихтан бері жұмысқы саясаты сол. Бетіңе күліп тұрып жаныңды жалмайды. Міне бұл жауыз Қытай. Мына Жанаргүлге міне ойбай паспорт беретін болды. Бүкіл дүниеге хабар таратты. Енді қайтадан полициясын жібереді. Енді қайтадан паспортыңа төлеген ақшаңды кері қайтарамыз дейді. Өстіп Қытай бұлай қараған адамға осындай бір сұрқия адам түсінбейтін саясат береді. Оның ана қулығына да алданатын қазақ шығады, мына қулығына да алданатын қазақ шығады. Өмір бойы желініп қор болып келе жатқан бейшара қазақ. Сондықтан Жанаргүлден бір хабар жетсе, бір беріп отырғанды сол. Қай сөзіне сенеміз деген қазақтарға айтамын. Айналайын, тауық миларыңа сыймаса, енді осыны түсін. Қытай өмір бойы қазақты алдап, арбап кеп келеді. Қытайда жақсылық көрген жоқ қазақ. Тарихтан бері. Орыспен де солай. Орыс та солай. 5 қазаққа Алматыдан ақын жазушы деп, үгітші насихатшы қылып үй беріп қойып, оларға әнші, биші, күйші деп, оларды талапты деп, Алматыда сөйтіп Мәскеуге апарып жүргешін өткізіп, депутат қылып, сөйтіп жақсылық қылғанмен миллиондаған қазақты қырып отырды. Сондықтан атажау орыс пен Қытайдан қазақ ешқашан жақсылық көрген жоқ. Сондықтан менің сәл әсірелеп болса да бір айтқан сөзім бар. Жер бетінде тіпті бір сондай бір сұрқия заман келіп, ол сұрқия заманда адамдар адасып, шайтанның өзіне де сенетіндей болып кеткен кезде де Қытай мен орысқа сенбеңдер. Мен бұл жерде шайтанға сен деп тұрған жоқ. Бірақ сондай бір сұрқия заман болып адамдар адасып, шайтанға сеніп кеткен күн болса да, Қытай мен орысқа сенбеңдер. Қытай мен орыс қазақ үшін лағнетті шайтаннан да арман зұлымдық жасаған. Менің айтарым осы. Құрметпен Серікжан Біләшұлы, Нью-Йорк, Рузвельт аралынан.